Айшым, сіз менің жасымда қандай бала болдыңыз? Сабақты жақсы оқыдыңыз ба? Сенің жасыңда мен өте белсенді бала болдым. Және сабақты жақсы оқыдым. Өзімнің сүйген пәндерімді қызығушылықпен ізденіп оқыдым. Кейбір сабақтарда қиналатын болсам, оны мұғалімдерден, ата-анамнан көмек сұрайтынмын. Және қандай да бір іс-шаралар болатын болса, барлығына белсенді қатысатынмын. Дүниеге келген күн есіңізде ме? Сол кезде қандай сезімде болдыңыз? Мен сені ең алғаш рет қолыма ұстаған сәт әрине есімде. Себебі осындай сұлу, ақылды қызым болса екен деп өзім алладан сұрап, тілеп алған қызымсың. Қолыма ұстағанда сондай үлкен арманның орындалғанын сезініп, қатты қуанған болатынмын. Қуаныштан жасым төгілген болатын. Және өзім осындай әдемі, ақылды, сүйкімді қыз болып өсіп келе жатқанына қатты қуанамын. Біз екеуміз бірге істейтін істердің ішінде сізге ең қатты ұнайтыны не? Сенімен бірге өткізген, бірге жасаған әр ісің мен үшін үлкен қуаныш алып келеді. Әсіресе екеуміз ғана таза ауада, тыныштықта бірге серуендеп жүріп әңгімелесетін кездеріміз болды. Егер сиқырлы таяқшаңыз болса, біздің отбасымыз үшін не істер едіңіз? Егер менің қолымда сиқырлы таяқша болатын болса, әрқайсысының армандарымды бірінде қалдырмай орындаған болар едім. Менің жетістіктерім сізді қаншалықты қуантады? Менімен мақтанған кезіңіз болды ма? Сенің әр жетістігің, үлкені болсын, кішісі болсын, мен үшін әрдайым үлкен мақтаныш. Және сенің мысалы сабақтан жақсы баға алып келгеннен бастап, маған көмектескен әрбір сәттердегі істерің мен үшін сен әкеліп жатқан үлкен жеңістер. Сіз блогер болсаңыз, әлемге қандай жақсылық туралы айтар едіңіз? Егер мен блогер болатын болсам, барлық адамдарға бірге бірігіп, табиғатты таза ұстайық деп айтар едім. Өзімізден қалған қоқыстарды тастамауға үгіттеген болар едім. Және екіншіден, егер біздің қолымыздан келетін қандай да бір көмек болатын болса, табиғи апаттардан зардап шеккен немесе қандай да бір науқасқа шалдығып, бір ақшалай болсын, басқадай болсын көмекке қажет болып жатқан адамдар болса, не болмаса тамаққа ақша таппай, үйсіз, күйсіз жүрген, басына сондай сынақ түскен отбасылар болатын болса, соларға көмектесейік деп айтқан болады. Біздің заманымыздың, сіздің балалық шағыңыздан басты айырмашылығы неде? Біздің заманымызда адамдар бір-бірімен жиі араласатын. Яғни ол заманда телефон жоқ, интернет жоқ. Яғни адамдар жиі кітапханаларға баратын, балалар да көп кітапханаларға баратын, үйірмелерге баратын. Және сабақтарынан бос уақытында ата-аналарына көмектесетін. Және кешкілік уақытта барлық балалар көшеге шығып бір-бірімен асыр салып ойнайтын тұғын. Ал қазіргі заманда көп балалар далаға шықпайды, себебі барлық қызық интернетте, телефонда. Енді егер ол телефондарды бір сәтке бір жаққа үйге келгеннен кейін қойып, достарымен бірге араласып, бірге бірігіп түрлі ойындарды ұйымдасып ойнайтын болса, ол тіпті телефоннан да қызық болған болар еді. Екеумізге ортақ бір хобби ойлап тапсақ, ол не болар еді? Екеумізге қызықты уақыт өткізу үшін бір хобби ойлап табу керек болса, ол бір сурет салу, немесе бір тәтті тағамдарды дайындаған дұрыс болар еді деп ойлаймын. Себебі сурет салу кезінде өзіміздің шығармашылығымызды дамытамыз, әрі қызықты болады. Және ал тәтті тағамдар пісіру кезінде ол да сенің болашағың үшін өте пайдалы және қызықты уақыт өткізген болар едік.